Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, бүгін ертең 24 күні новолуние болады. Содан кейін 25 күні уже растущая луна бастайды. Яғни ай өсе бастайды. Сол растущая лунаның бірінші күні жасау керек. Осы техниканы егер де сіздің ақшаңыз көп болсын, ақшам көбейсін, берекелі болсын десеңіз, осыны әр айдың сол растущая лунаның бірінші күні жасасаңыз, өте керемет эффект береді достар. Өзім де жасаймын, практикамда жасап жүрмін. Сондықтан сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ол үшін бізге әдетте кошелек керек, әмиян. Әмиян десем кейбір нелер түсінбеген екен, сондықтан кошелек деп айта берейін. Кошелекті осылай ұстайсыз, мен қазір қолымда кошелек жоқ. Кошелекті осылай ұстап тұрасыз, ашпайсыз. Желательно ішінде азғантай болса да ақша болғаны дұрыс. Кошелекті ұстайсыз да мына дұғаны 3 рет оқисыз. Ай парайым, шуфи зорайым, шуфи айым, парайым, атхим, әмин деп 3 рет оқисыз. Оқып болғаннан кейін мына алған кошелегіңізді қайттан орнына салып қоясыз. Сумкадан алған болса сумкаңызға, қалтаңыздан алған болсаңыз, қалтаңызға қайттан орнына салып қоясыз. Бұны күн батпай жасау керек. Күн батып кеткен кезде бұны жасауға болмайды. Міндетті түрде күнді жасау керек. Егер де осыны әр айдың растущая лунаның өсіп отырған айдың бірінші күні жасайтын болсаңдар, онда эффекті күшті нығаяды бұның. Өздеріңіз нәтижелерді көресіздер. Достар, осыдан бұрын жаңа бір техника салдым, өте керемет. Соны көрмеген болсаңыздар, видеома өтіп қарап алуларыңызға болады. Мені қолдап достар, лайк басып кетулеріңізді ұмытпаңыздар. Сәттілік.